Бәріңізге сәлем. Денсаулық зор байлық арнасы ұсынады. Жүз жасауға көмектесетін 8 кеңес пен күнделікті қолданылатын пайдалы кеңестер және сыйлық жасауға арналған 5 кеңес туралы бүгінгі денсаулық зор байлық арнасынан көре аласыздар. Бүгінгі видеомызда қамтылатын тақырыптарымызбен таныстырып өтейік. Жүз жасауға көмектесетін 8 кеңес, күнделікті қолданылатын пайдалы кеңестер, сонымен қатар сыйлық жасауға арналған 5 кеңесті бүгінгі видеодан айтып өтетін боламыз. Ал сіздер видеомызды бастамас бұрын лайк басып, каналымызға тіркеліп кетуді ұмытпағайсыз. Олай болса, видеомызды бастайық. Ең алдымен жүз жасаудың қандай сырлары бар? Қандай кеңес арқылы сіз жүз жасай аласыз? Осыған тоқталайық. Дәрігердің айтуы бойынша әрбір адам келесі ережелерді орындай отырып, денсаулығын бір қалыпта ұстай алады. Бірінші кеңесіміз ол салауатты өмір салтын ұстану. Физикалық жаттығу жасамау адам өмірін 4 жылға азайтады екен. Физикалық жаттығулармен айналыспайтын адамдар жүрек ауруларына шалдығуы әбден мүмкін екенін естен шығармайсыз. Екінші кезекте холестерин деңгейін білу және бақылап отыру. Қандағы холестерин мөлшерінің көп болуы майды жинап, адамның қан тамырларын бітеп, қан айналысын баяулатады. Соның әсерінен адам жүрек ауруларына шалдығады екен. Себебі жүрекке қан нормада болмайды. Үшінші кезекте денсаулыққа пайдалы диетаны ұстану. Дұрыс тамақтану адам өмірін ұзартудың бірден бір кепілі болып табылады. Бұл ережені ұстанудың оңай қиындығы да жоқ. Дәрігердің айтуы бойынша салауатты өмір сүру үшін адам күнделікті жемістер мен көкөністі қолданса жеткілікті. Төртінші, қан қысымын білу және қадағалау. Жоғарғы қан қысымы адам өміріне қауіпті болып келетінін естен шығармағансыз. Бесінші кезекте салмақты арттырмай қадағалау. Артық салмақ түрлі ауруларға себеп болатынын ұмытпағайсыз. Алтыншы кезекте қант диабетіне байланысты қауіптің алдын алу. Қант диабеті аурумен ауырған кезде адамның қан қысымы тез көтеріліп, жүрек ауруларына алып келеді екен. Әрі қарай жалғастырайық. Келесі кезекте темекі шекпеу. Жыл сайын 10 мыңға жуық адам темекінің әсерінен жасына жетпей қайтыс болып жатады. Ал мыңдаған адам солардан кейін көз жұмады. Сол себепті темекі шегу әдетіңіз болса, осы бастан бас тартқаныңыз жөн. Және 8-ші кезекте ас адамның арқауы демекші, дұрыс тамақтануға мән беру керек. Әр жеген асымыздың құнарлы әрі сіңімді болуын ойлағанымыз абзал. Бұл видео пайдалы болған болса, әрі қарай түрлі пайдалы кеңестерге көшейік. Бірінші пайдалы кеңесіміз қатты ыстық тамақ ішпеңіз. Ыстық тағамдар ағзадағы микробтармен күресетіні белгілі. Алайда сол бактериялардың ішіне пайдалылар да бар екені рас. Сол себепті ыстық тағамды суытып ішкеніңіз абзал болады. Суды бірнеше рет қайнатпаңыз. Су қайнаған сайын өзінің пайдалы қасиетін жоғалтады. Ал суды бірнеше рет қайнату арқылы оның ағзаға тигізетін зиянын да арттыра түсеміз. Негізі суды қайнатпай-ақ оны фильтрден өткізіп алып іше берген дұрыс. Ағзаны қалпында ұстау үшін күніне 2 литр су ішу керек. Одан артық су ішудің қажеті жоқ. 2 литрден артық су ішсеңіз, су ағзадағы зиянды бактериялармен бірге пайдалысын да жуып алып кетуі мүмкін. Келесі кезекте жаңғақ жеңіз. Ол өмірді ұзартады. Жаңғақты күн сайын жесеңіз де артық емес. Өйткені оның құрамында Е дәрумені бар. Сондай-ақ жаңғақ адам ағзаның қартаю процесін баяулататынын ұмытпағайсыз. Газ плиталарынан бас тартыңыз. Егер үйіңізде газ плитасы болса, онда тезірек электрлі плитаға ауыстырғаныңыз жөн болады. Күн сайын сабынмен жуынбаңыз. Күн сайын сабынмен жуыну теріңізді құрғатып жібереді. Сондай-ақ сабынды жиі пайдалану арқылы біз терімізді инфекциямен тезірек қартаюдан қорғап тұратын қатарды да жуып тастауымыз мүмкін екен. Енді кезекте сыйлық берудің адамға тигізер пайдасы өте көп екен білерсіз. Сонымен қатар бір-бірімізге сыйлық сыйлап отырып, ол сүндеттердің бірі болып та аталып кеткен. Олай болса, сыйлық беруде назарға алатын қандай маңызды ережелер бар? Тоқталып кетейік.
Бірінші кеңес: сыйлық иесімен бірігіп дүкен аралаңыз. Өзіне сыйлық таңдау үшін бара жатқаныңызды мүлдем білдірмеңіз. Құрбыңыз, анаңыз, сіңіліңіз міндетті түрде өзіне ұнаған затын қарайлайды. Сол сәтте ұнаған затын есте сақтап, келесіде оны сатып алуға көмегіңіз тиеді. Немесе өзіңіз сатып алып, сыйлық ретінде берсеңіз болады. Келесі кеңесте: тілектер парақшасымен алмасыңыздар. Бұл сыйлық сыйлаушының жұмысын жеңілдетеді. Отбасында немесе басқа да орталарда тілек жазуды дәстүрге айналдырған өте жағымды іс болып табылады. Сол арқылы қандай сыйлық қалайтынын бірден біліп алсаңыз болады. Келесі кезекте оның хоббиіне мән беріңіз. Хобби сыйлық таңдауға міндетті түрде көмектесетінін ұмытпағайсыз. Сонымен қатар, төртінші кеңес: еске түсіріңіз. Кейде адамды қуантатын затты анықтау үшін әңгімелерді еске түсірудің өзі жеткілікті. Тіпті өзімізде армандайтынымыз, қандай заттарды қалайтындығымызды байқаусыз да айтып қоятын кездеріміз болады. Ең соңғы кезекте міндетті түрде шаттық сыйлаңыз. Мамандардың айтуы бойынша, сыйлықтан алатын қуаныш оның бағасымен мүлдем байланысты емес. Бастысы қалауын табу. Ресми түрде сыйланған қымбат сыйлықтан қорабы қолдан жасалған сыйлық 1000 есе артық екенін естен шығармайсыз. Бұлай болса, бір-бірімізге махаббат пен қамқорлық танысқан еш нәрсе жоқ екенін ұмытпағайсыз. Бұлай болса, бүгінгі видеомызды аяқтаймыз. Біздің каналымызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.